Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай биік, үлпілдек болып шығатын шифоновый бисквит жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Ұн қалдымен ас содасын және какаоны салып, 3 құрғақ қоспаны бір-бірімен әдемілеп араластырамыз. Барлық қоспа бір-бірімен толық араласқанша араластырып болғаннан кейін, енді жұмыртқамыздың ағын сарысынан бөлеміз. Ағын салатын ыдысыңыз міндетті түрде құп-құрғақ болуы тиіс, бірде-бір тамшы су болмау керек, және де жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлген кезде сарысы ағына бірде-бір тамшысы тамып кетпеу керек. Ал ағына ақуыз тисе ештеңе қылмайды, ақуызымыз тұрған ыдыста міндетті түрде құрғақ, таза және сарыуыз араласып кетпеу керек. Осылай ағы мен сарысын бөліп алғаннан кейін ағынан меренгі жасайтын боламыз. Миксерлейтін ыдысымыздың венчигі де тоже құрғақ болуы тиіс, ешқандай су болмай. Осылай ақуызды араластырып тұрып, қантымыздың жартысын салып, әрі қарай миксерлейміз. Бір текті үлпілдек консистенцияға жеткенге дейін. Міне осындай тұрақты консистенцияға жеткенге дейін миксерлейсіздер төмен жылдамдықта. Міне құс тұмсық секілді болып тұрады, және де төңкергенде не только түсіп қалу, даже орнынан қозғалмауы керек. Сол кезде біз меренгамыз дайын. Енді әрі қарай жұмыртқаның сарыуызын миксерлейміз. Оның үстіне қалған қантымызды салып, көлемі 2 еселеніп, түсі ағарғанға дейін миксерлейміз. Міне осындай деңгейге жеткен кезде үстіне біз сұйық майымызды құйып, әрі қарай миксерлейміз. Миксерлеп тұрып, ыстық суымызды құямыз. Міндетті түрде бұнда жылдамдық қажет, себебі ыстық суды құйған кезде ішіндегі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде тоқтамай миксерлейсіздер. Одан соң үстіне бағана дайындаған құрғақ қоспаларымызды салып араластырамыз әрі қарай. Осылай бөлек-бөлек салсаңыздар да болады, немесе бірден барлығын салып жіберсеңіздер де болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай қолданыңыздар. Осылай жұмыртқаның сарыуызын, барлық қоспаны әдемілеп бір текті масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Бұл бисквит өте әдемі, дәмді және кез келген тортқа кететін бисквит болып шығады. Бір істегеннен шығады бұл бисквит. Осылай миксерлеп араластырып болғаннан кейін бағана дайындап қойған меренгамыздың жартысын қосып, астынан үстіне қасықпен араластырамыз. Мұнда міндетті түрде астынан үстіне араластырыңыздар, себебі біздің бағана меренгамыздың үлпілдек формасы ішіндегі ауалары отырып қалуы мүмкін. Ол кезде біздің бисквитіміз көтерілмей қалады. Сондықтан бисквит істеудегі тағы бір қағиданың бірі, міндетті түрде араласқанда астынан үстіне араластырасыздар. Бұл бір текті масса болып барлығын араластырғаннан кейін келесі соңғы жартысын саламыз меренгамыздың. Сөйтіп әрі қарай араластыруды жалғастырамыз. Бір текті масса міне осындай болып барлық массамыз араластырып болған кезде қызып тұрған пешке 180 градуста жарты сағат пісіріп аласыздар. Табамызды дайындаймыз. Табаның астына ештеме жағудың қажеті жоқ. Егер сізде асты бар таба болса, астына тек пергамент қағазын саласыз. Менде асты жоқ таба болғандықтан осындай фольга төседім, және бисквитім көтерілген кезде мешать етпесін деп, кедергі жасамасын деп жан-жағын қырқып аласыздар, және табаға салдым, себебі жаңа айттым, асты жоқ менде. Осылай табаның жан-жағын майлаудың ештеме қажеті жоқ. Осылай дайын тестімізді құйып, қызып тұрған пешке жаңа айттым 180 градусқа жарты сағатқа салып аласыздар. Мұндағы тағы бір қағида бисквиттегі, пеште бисквит пісіп болғаннан кейін бірден алмаңыздар. Пеш суығанша ішінде тұру керек, әйтпесе көтерілген бисквитіңіз отырып қалады. Осылай суыған бисквитті табадан аласыздар. Міне бізде осындай үлпілдек әдемі бисквит шықты. Табадан алынуы да өте тез. Міне қараңыздар, биіктігін қараңыз. Кез келген тортқа болады. Сникерс тортына да осы бисквитті істейміз. Басқа да торттарға жасасаңыздар болады. Ас болсын.